Зиянкестер жасыл жамылғыға аса қауіп төндіріп келеді. Алматы облысы әкімдігінде өткен дөңгелек үстелде Байтақ партиясының өкілдері осылай деп дабыл қағып отыр. Қайтпек керек? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Көркі көз арбаған Алатау баурайы жасыл желегімен бағалы. Ал бүгінде зиянкестердің 1200-ден астам түрі пайда болып, ағаш жапырақтарын отап барады. Нәтижесінде орман жалаңаштанып, экология бүлінеді. Сөйтіп, адам денсаулығына орасан зақым келеді. Сондықтан ағаш егу, әсіресе күтіп баптау жұмыстарын ғылымға жүгіне отырып жүйелі түрде қолға алуымыз керек дейді Байтақ партиясының өкілдері. Қаржы далаға кетті, біріншіден, екіншіден нәтиже болмады. Енді оны ғылым айту керек. Яғни ғылым қалай айтады? Датчиктер бар. Қазір арнайы әр өңірге датчиктер қойылады. Ол датчиктер зиянкестердің ояну уақытын нақты айтылады. Сол бойынша әр зиянкеске қатысты деңгейіне байланысты. Онымен дозалық препаратты қалай қолданылу керек? Қай кезде, мысалы айтқанда, шығыс жақта, қаланың шығыс жақ бетінде ол ақпан айында оянатын болса зиянкестер, батыс жақ бетінде ол наурыз айында деген сияқты. Десе де зиянкестерді жою жұмыстары әлі күнге бірізділенбеген. Оған себеп әр таудың бөктері, әр жолдың жағасы мен әр шағын аудан жеке-жеке мекемелердің қарауында. Өсімдіктерді әркім өз әлінше күтіп баптайды. Бұл жеткіліксіз. Яғни ағаштарды көктемде тек әктеумен мәселе шешілмейді. Сондықтан жасыл желекті аман сақтап қалу үшін арнайы аймақтар бір орталыққа бағынуы тиіс дейді партия белсенділері. Орталықтанса жауапты бір мекеме, жауапты бір жерден тапсырыстар беріледі, бір жерден бақыланады, и нақты адамдар ғана жауапты болады. Мысалға Жасыл Қонаев, Жасыл Қызылорда, Жасыл Шымкент деген сияқты мекемелер барлық жерде құрылып жатыр. Осы мекемелерді орталықтандыруға мүмкіншілігі бар. Одан кейін бұл жасыл мекемелерді цифрландырудың мүмкіншілігі бар. Яғни осыншама жылдан бері айтылып келе жатқан талдарға паспорт беру, оларға тек беру, яғни қай тал, қай жылы отырғызылды, ол қандай тұқымынан шықты деген осы нәрсенің бәрін осы жасыл мекемелерге бір орталықтандырса деген біздің ұсыныс. Айта кетсек, президент тапсырмасына сай 2021-2025 жылдар аралығында елде 2 миллиард 15 миллион түп ағаш егу жоспарланған. Әркім өз шама шарқынша өлкені көгалдандырып жатыр. Дегенмен өсіп тұрған жамылғылардың өзін зиянкестер жеміріп жеп, қоршаған ортаға өлшеусіз залал келтіріп жатқаны жасырын емес. Сондықтан әуелі қолда барды ойдағыдай күтіп баптауымыз керек дейді Байтақ даламызды жасылдандырғысы келетін Байтақ партиясының өкілдері. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы.